Баланың жөтелін қалай тез арада кетіруге болады? Бірінші, баланың бөлмесінде қолайлы жағдай жасау. Салқын ылғалды ауа. Бөлме ішіндегі ең қолайлы температура 16-18 градус. Ылғалдылығы 40-60% болу керек. Екінші, балаға жылы киім кигізіңіз, бірақ шамадан тыс қымтап киіндірудің қажеті жоқ. Үшінші, балаға көбірек сұйықтықты ішкізіңіз. Егер бала өзі ішпесе, немесе сұйықтықты қабылдағаннан кейін құсу байқалса, шай қасықпен немесе шприцпен инелерсіз ішкізіңіз. Бірнеше сағат бойы әрбір 5-10 минут сайын 5-10 мл беріңіз. Жылы судың өзі ем болады. Төртінші, 1 минут ішінде баланың тыныс алу жиілігін санау керек. Яғни тыныштықта санаймыз. Нормасы 0 мен 2 айлық балаларда минутына 60 рет, 2 мен 12 айлық балаларда минутына 50-ге дейін, 12 айлықтан 5 жасқа дейінгі балаларда 1 минутта 40 рет тыныс алады. 1 реттік тыныс алу дегеніміз 1 рет дем алу мен 1 рет дем шығару. Егер тыныс алу жиілігі жастық нормадан жоғары болса, дәрігерді шақырту қажет. Бесінші, құрғақ жөтел байқалса, физиологиялық ерітіндімен ингаляцияларды 2-3 мл қажеттілігіне қарай күніне бірнеше рет жасауға болады. Алтыншы, жөтелге арналған сироптарды балаларға, әсіресе 2-ге толмаған балаларға ешқашан бермеңіз. Балалар үшін ең тиімді және қауіпсіз іс-әрекет бұл жай ғана таза ауыз су ішкізу. Жетінші, балаға дәрігердің тағайындаусыз ата-аналар өз бетімен ешқандай антибиотиктерді бермеу керек. Антибиотиктер тек көрсетімдер бар болса ғана тағайындалуы тиіс. Оларға жоғары дене температурасы, жастық нормалардан артып кеткен тыныс жиілігі, баланың өкпесінде сырылдар естілсе және қан талдауында немесе рентгенограммада өзгерістер болса, дәрігердің тағайындауымен сізге антибиотик тағайындалады. Құрметті достар, сіздерге видео пайдалы болған болса, лайк басып, коммент қалдырып, достарыңызбен бөлісіңіз. Каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркелуіңізді сұраймын. Мені қолдағаныңызға мың алғыс. Дендеріңіз сау болсын.